Анара Мустафина, Массагет KZ сайттың контент-менеджері, осы Алматының тұрғыны. Алматыда қанша болды? Мен негізі Алматыда туғанмын. Сол мен осы Алматыда мектепті бітірдім, колледжде оқыдым, университетте және жұмыс істедім. Сондықтан жалпы Алматымен тығыз байланыстамын десем болады. Онда кішкентай кезіңнен сенің сүйікті орындарың көп шығар. Кішкентай кезіңде қандай сүйікті орын болды? Және де қазірде қандай сүйікті орындарың бар қалада? Немесе қаланың қандай бөлігі ұнайды? Кішкентай кезінде бір естелікті айтып берейін. Осы біз жаңа Ақсай жақта тұрған болатынбыз, Төле би Сайын көшелерінде, қиылысы жағында. Сол жақтан 4-ші трамвай өтетін. Сол трамвайға отырып, 1 маусым күні балалар қорғау күніне орай орталық саябаққа, Горький саябағына барамыз деп шешкенбіз. Ол негізі жаңағы 4-ші трамвай біздің жақтан жаңағы конечный басталады да, жаңағы сол зеленый базар жақта, екінші конечный жағы болады. Сөйтіп біз ол жақтан бастап, сонау жаңағы саябаққа барғанша бір 2 сағаттай бардық қой деймін. Мен сол кезде ойлағам, мен бір қаладан бір қалаға кетіп қалған сияқты өте ұзақ аралықты сезінген едім да. Сол сезімді ұмытпаймын ешқашан. Ал жаңа қазір ойласақ, біз жаңа қаланың екінші бөлігінде отыратын адамдар екінші осы орталыққа келу үшін сондай аралықта жүреді. 1,5 сағатта, 1 сағатта жетеді. Жаңағы сол уақытпен қайтады. Ал қазір сол үйреншікті уақыт болып кетті. Міне сол саябаққа енді кішкентай кезімде барып, үлкен әсер алғаным есімде. Зоопарк бар, жануарлар саябағы, сосын аттракциондар. Бірақ қазір ойласақ, сол кішкентай кезімізде қандай жануарлар болды зоопаркте, қазір де солар да. Сосын жаңағы аттракциондар да сол қалпында, көп ештеңе өзгермеген. Сол бір жағынан мені қынжылтады, ештеңе өзгермейтіндігі. Ал қалада демалыстарда, мерекелерде қалай өздерің демаласыңдар? Біз енді сол менің ойымша бір жағынан сол саябақтарда бұрынғы мысалы Алматының өзінің мәдени орталықтарында ешқандай бір өзгерістер болмағандықтан көбінесе адамдар сол сауда орталықтарын соларды көп таңдап жатады. Өйткені оның ішіне барған соң жаңағы кинотеатрда ішінде, тамақ ішемін, жеймін десең де ішінде, отырып демаламын десең де бәрі сондықтан бізде көбінесе сол демалыстарда сондай кинотеатрге сондықтан барамыз. Ал қаладағы жиі баратын немесе жай ғана сүйікті кафе, мейрамханалар бар? Мен осы жұмысым Абай Достық көшелеріне жақын орналасқандықтан, осы жақында Достық Сәтпаев көшелерінің қиылысында Прият Есина деген жақсы бір мейрамхананы аштық. Жаңа дәмді тағамдар дайындайды, сонымен қатар бағалары да соған сәйкес. Сосын іші де жайлы. Біз көбінесе соған барып тұрамыз. Ал қаладағы жалпы сен киімді қай жерден сатып аласың Алматыдан? Бұрын жаңағы шаңырақ жақта тұрған, бірінші шаңырақта. Сондықтан біз сол жаққа жақын жерге баруға тырысамыз. Сондықтан мен көбінесе АДМ-ге баратынмын. Сосын жаңа өзімізге жақын Тілендиев пен Сәтпаев көшелерінің қиылысындағы АДК-ға барамын. Көбінесе сол жақын жерге барамын. Ал Алматыдағы ең сүйікті ғимаратың қандай? Ең сүйікті ғимаратым, шын айтсам, маған жаңағы Көк базардың айналасы ұнайды. Өйткені ол жақта кішкене бір көнеліктің, осы бұрынғы Алматының бір иісі шығатындай. Мысалы, жаңағы Жібек жолы мен Уәлихан көшелерінің қиылысындағы мата сататын
өте ескі бір ғимарат бар, иә, Қызылтаң. Мысалы соның өзінде мысалы сондай ескіліктің мәдени мұраның сондай бір лебі есетіндей сол жақ, және ол сол жалпы базардың айналасы өте тірі аудан десем де болады. Сондықтан мен сол жақты былайынша өте жақсы көремін. Және бұрын мен сол жақта ұзақ уақыт өзім жұмыс істегенмін. Сондықтан әрбір нелерін, ғимарат болсын, базардың айналасы болсын, сол жақтарды өте жақсы көремін. Мысалы, өзіміз жаңағы Жібек жолының бойын қарасақ, ортасында жаңағы Силквей сауда орталығы тұр да. Силквей бөліп тұрған, мысалы, Арбат жақты қарасақ, ол жақта жаңа қазақтардың жүрген сияқты да, мысалы, жаңа киім киген адамдар, сондай өте сондай мәдениетті, бір мәдениеттің иісі шығады, сондай адамдар өздері қыдырып жүр, демалысқа келгендер. Ал дәл сол Силквей Ситиден кейін мына жаққа қарасақ, ол уже жаңа көк базардың тұсы, ол жақта уже басқа атмосфера. Ол жақта мысалы сауда жасап жүрген адамдар, қарбаласта жүрген адамдар, ол жақта барлығы бір жұмыспен жүр да, ана жақта адамдар демалып жүр. Сол мен контрастта сондай нәрсені сол байқаған едім. Және сол аудан маған өте қызық, сол жақта жалпы өзім жақсы көремін. Сосын мысалы осы Республика сарайын алсақ та, Республика сарайын менің ойымша осы жаңағы реконструкцияға дейін оның бір өзіндік стилі болған сияқты да, мысалы, ол 20-шы ғасырдағы салынған бір Алматының өзінің мәдени мұрасы болып сақталған келген сияқты. Ал қазір кішкене ол заманауиланып, кішкене 2000-ші жылдарда салынған бір ғимарат сияқты болып қалды. Менің ойымша ол кішкене өзінің тарихи бір құндылығынан ба, бірдеңесін жоғалтқан сияқты. Енді ол менің ойым негізінде. Ал былайша әлбетте жаңашылдықтан қашпау керек. Алматыдан керісінше не ұнамайды? Егер де сенің мүмкіндігің болса, не өзгертер едің? Менің ойымша біздің тұрғындарды көбінесе сол тұрғындарға көбінесе қиындық тудыратыны осы автобустар, жаңағы көлік мәселесі да. Мысалы, таңертең кешке жаңағы адам час-пик кезінде автобустарға адамдар сыймай жатады, баратын жеріне кешігіп жатады. Сосын жаңағы автобустағы мысалы жүргізушілердің мысалы тостыртып қоятыны, біз сағатпен үлгермей жатырмыз, немесе бізде әлі уақыт бар деп мысалы ол өзінде отырған адамдардың уақытымен санаспайды да, өздерінігін ғана ойлайды. Мысалы бізге әлі ерте, біз әлі осы аялдамада тұра тұрамыз. Болды, сен кешігіп жатырсың ба, кешікпей жатырсың ба, оларға ешқандай қатысы жоқ. Және сондай бір дөрекі сөйлейтіндері, жаңағы жүргізушілердің, кондукторлардың, соның барлығы мысалы енді қуантпайтын жайт. Соны өзгертер едім. Енді мен оны білмеймін қалай өзгертуге болатынын, бірақ енді ұнамайтыны рас. Ал сосын жаңағы қаланың тазалығы, мысалы, бағана өзім айтып кеткен көк базар жақ аудан ұнайды дедім, бірақ ол жақта кішкене ластау жер да, мысалы. Ол енді адам көп жүретіндіктен де болар, мысалы, жерде көбінесе қоқыс салатын жәшіктердің жоқтығы, сосын адамдардың өздерінің де салғырт қарайтыны кішкене ол да бар. Бұл жағынан адам тазалық өзінен басталады дейді ғой. Сондықтан менің ойымша кішкене адамдардың да өзінің мәдениеттілігін сондай несін көтеріп керек сияқты. Біз жаңағы Сайын Төлебек көше жақында тұрғаннан кейін біз Шаңырақ жаққа көшіп бардық. Негізі Шаңырақ ол Алматы тұрғындарының көбісі білмейтін ауданда. Ол бір Рысқұлов бойының ар жағында, ол қай жағында немесе ол қайда деп көбісі білмейді. Бірақ
мен өзім көп сол жақта ұзақ уақыт тұрғандықтан және көптеген алматылықтардың проблемасы ол үй алу әрине. Сондықтан жаңа таксиге отырған кезде көбісі айтады да, ой бұрын шаңырақта жерді тегін берген еді, ой $200 берген еді, біз менсінбей алмай қойған едік, қазір соған да жете алмай жүрміз дегендей. Қарап тұрсақ, қазір мысалы шаңырақ болсын, Ұлжан, немесе сол жақта Әйгерім деген ықшам аудандардың көбісінде қазір тіптен үйлер тұрмақ, жерде жоқ. Көбісі сол сатып алған, жаңағы кімнің жаңағы көптен дәметкен аздан құрғалар дейді ғой. Сондықтан жаңа азға осы да болса жарайды, біздің Алматының бір бұрышынан әйтеуір өзіміздің жаңа кішкентай бір жеріміз болсын, үйіміз болсын деген адамдар қазір сол жақты да мысалы гүлдендіріп қаланың ішіне қосылды. Осы қосылғаннан бұрын ол Алатау ауданы болып бөлініп, өзінің әкімшілігі бар, өзінің мектебі бар, балабақшасы бар, жақсы дамып келе жатыр. Енді орталықтан кішкене алыс демесек, оның қазір ол ешкімге жаңа Қалқаман, Қаскелеңнен келетін адамдарға қарағанда шаңырақ тип тұрған жер болды.